Бала кездегідей өте дәмді газда жасалатын печенье әзірлейміз. Ол үшін ұн, шекер, жұмыртқа, сары май, ванилин және де сода қажет. Алдымен жұмыртқамызға шекерімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Ертілген сары май қосамыз. Шым-шым тұз қосамыз. Ванилин өзіңіз қалауыңызша. Сода қосамыз, жақсылап араластырамыз. Онда міндетті түрде електен өткізіп, екі бөліп қосыңыз. Біздің тестамыз осымен дайын, қаймақ сияқты қою болады. Арнайы ыдысымызды алып, сары маймен жақсылап, барлық жерін майлап шығамыз. Дайын тестамызды қасықпен құямыз. Аса қатты көп құюдың қажеті жоқ, себебі қазір піскен кезде көтеріліп, сыртына шығып кететін болады. Газге екі беті жағынан да қойып пісіріп аламыз. Шетіне кішкенеден шығуы мүмкін, қатты қорықпаңыз, қатты қысып тұрыңыздар. Енді мына бетінен осылайынан қызартып пісіріп аламыз. Осымен біздің печеньелеріміз дайын. Міндетті түрде балаларыңызға жасап беріңіздер. Өте дәмді, әрі оңай және де зиянсыз. Астарыңыз дәмді болсын, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған Оспан, Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.